Сәлем достар, біз бүгін күшті сәлексіне арналған панкейк пісіретін боламыз. Ол үшін бізге маргаринді ертіп алу қажет. Осының үстіне бір жұмыртқа, сосын барлығын осы қосқандарымызды араластыратын боламыз. Содан кейін осының үстіне барып сүтті құятын боламыз. Араластырып болғаннан кейін сода немесе қопсытқыш салатын боламыз. Келесі ұн қосатын боламыз. Қою болғанша дейін ұнды қоса береміз. Содан кейін баяу отта осының барлығын пісіретін боламыз. Дайын болған панкейктерімізді одан да дәмдірек ету үшін қаймақ немесе вареньемен жағып жеуге болады. Біз вареньені қолдандық. Ал біздің панкейктеріміз өте дәмді, тәтті әрі жұмсақ болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын.